Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрдана. Бүгінгі видеода біз өте дәмді редиска салатын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер және де міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең бірінші редисканы аламыз және де жуып аламыз, одан соң барып сыртын ашимыз. Енді үккіштен өткіземіз. Осындай үккішті қолданғандарыңыз үшін сонда бізде ұзын полоска болып, әдемі болып шығады. Және де осылай видеодағыдай етіп өткізіп аламыз. Өткізіп алғаннан кейін бізге керекті нәрсе қияр. Қиярды да біз үккіштен өткізіп аламыз. Бұл жерде мен 3-4 қиярды қолдандым. Сіздер де өз көз мөлшеріңізге қарай, салаттың көлеміне қарай, солайша біз осы керекті редисканы бірінші өткізгеннен кейін барып үстінен қиярды өткізсеңіздер болады. Негізінде достар, бұдан бөлек қызанақ және де басқа да көкөністерді қосуға болады. Ол сіздің фантазияңызға байланысты. Және де мен чеснокты да өткіздім. Енді тұз саламыз. Одан соң жақсылап араластырамыз, бұрыш себеміз. Енді майонез салып, жақсылап араластырамыз, достар. Бұл ең соңғы ингредиент. Және де мінекей достар, бізде дайын болды салат. Күшті болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер, лайк басыңыздар, тіркеліңіздер, сау болыңыздар.